Жігітінің зайымы үшін жұмыс істеп жүргендердің бірі Мереке. Аяғының ірілігін ісік деп жабады. Бір жігіт 6 жарымда оятып жіберші десе, ерінбей отырып оята салады. Поезда гитарада ойнайтын ұлдарға сынып қала береді. Поезда загадочная боламын деп жататын жерін простинамен қоршап қояды. Диплом алу кешіне гүләк келетін жігіт іздеп жүр. Инстаграмда қыз келіншектерге арналған жұмыстар тек қазақша білсеңіз болды дейтін жұмыстарға алданып қала береді. Еңілік түсінмеймін, осы неге біздің есімдеріміз Күмісай, Олпа, Мереке, неге андай бір Динара, Камила, Жанел емес? Күмісай, ондай қыздардың түрлері бұндай болмайды. Сосын ондай қыздар дайсын алса, сендер зайым аласыңдар. Ондай қыздар Нұржан деп тапқан ақшасын сендер жандарың шығып жүріп жұмыс істеп табасыңдар. Ондай қыздар шетелге шығып загар алса, сендер ауылда жүріп қой бағып загар аласыңдар. Сосын ондай қыздар тырнағын кусачкамен алса, сендер тіспен ала саласыңдар ғой. Күмісай, сосын ондай қыздардың макияжы ақ кетпейді. Ондай қыздар жігіттің сезімімен ойнаса, сендер жайдарманда ойнайсыңдар ғой. Әйтеуір бір плюсыңыз бар екен ғой. Azar azar kader bize ne yazar?